Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге ұсынатын видеом сникерс пирогы өте оңай жасалады, сондай керемет дәмді болып шығады. Шоколадты бисквитін жасау қарапайым ғана. Барлық ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең алдымен 2 жұмыртқамызға шекерімізді салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып алатын боламыз. Ол көпіріп, көлемі 2 есе ұлғаюы қажет. Сол кезде біздің бисквитіміз жақсы көтерілетін болады. Осылайша жақсылап араластырғаннан кейін сұйық майымызды, айранымызды, ең алдымен сұйық ингредиенттерімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін сәл ғана шым-шым тұзымызды салатын боламыз. Одан кейін разрыхителімізді ұнымызға қосып, араластырып, сұйық консистенциямызға қосатын боламыз. Барлығын бірден қоспаңыз, жаймен ғана аз-аздан қосып араластырып отырыңыз. Бізге қажетті консистенция қоймалжың болуы тиіс. Мінекей, ұнымызды салып болғаннан кейін какаомызды салып, венчиктің көмегімен бір келгі түске келгенге дейін араластыратын боламыз. Осылайша консистенцияны дайындап алғаннан кейін пергамент қағаз салынған формаға құятын боламыз. Негізінен 24 сантиметрлік формаға құйсаңыз, бисквитіңіз биіктеу болып шығады. Менде бұл жерде 26 сантиметрлік. Осылайша барлығын құйғаннан кейін қызып тұрған 170 градустағы пешке 20-25 минуттың ішінде пісіріп алатын боласыз. Енді начинкасын салуға дайындалайық. Ең алдымен осылай шоколадымызға сұйық май қосып, микроволновкада ерітіп алатын боламыз. Ендігі кезекте бисквитіміздің начинкасын салатын жерін дайындайық. Ол үшін ортасын, яғни шеткі жақтарын қалдырып, ортасын пышақтың көмегімен алып тастайтын боламыз. Осылайша кесіп шығамыз. Пышақтың ұшын соңына дейін, яғни түбіне дейін жеткізбеңіз, тек беткі жағын алатын боламыз. Осылайша кубик тәріздес қылып кесіп, шанышқының көмегімен барлығын жаймен ғана алып тастаңыз. Достар, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Алдағы уақытта ең оңай деген дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей, салма салатын жерін дайындап алдық. Енді осы жерге вареный сгущенкамызды жағып шығатын боламыз. Бір ескертетін жайт, вареный сгущенкаңыз жақсы сападағы болуы қажет. При желании немесе рогачев болса, өте дәмді болып шығады. Осылайша барлық жеріне жеткілікті етіп жағып шығамыз. Содан кейін тұзды арахистерімізді молынан етіп салып шығамыз. Мінекей, осылайша арахистерді мол етіп салып шыққаннан кейін беткі жағын ерітілген шоколадымызды жағып шығатын боламыз. Барлығын кисточканың көмегімен жасаңыз. Сол кезде шоколадыңыз барлық жеріне жететін болады. Мінекей, барлық жеріне жағып шыққаннан кейін артық қалған шоколадыңызды шеткі жақтарына, яғни бортиктеріне де жағып шығыңыз. Себебі арахисіміздің ұнтатылған түрін әсемдік үшін барлық жеріне сеуіп шығатын боламыз. Сол кезде біздің пирогымыз әдемілене түседі. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді сникерс пирогымыз ешқандай қиындықсыз дайын болды. Ендігі кезекте шоколады қату үшін кем дегенде 1 сағаттай холодильникке, яғни тоңазытқышқа салып алыңыз. Содан кейін қонақтарыңызға ұсына берсеңіз болады. Сондай дәмді тұзды арахис пен шоколадты бисквиттің қоспасы өте керемет болып шығады. Баршаңызға ас болсын.